Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін сіздермен ғимараттар мен құрылымдар конструкциясы пәні бойынша қабырға және оның түрлері атты бейне сабақты назарларыңызға ұсынамын. Бүгінгі сабақты Джон Локтың «Көп білем десең, аздан бастап үйрен» атты нақыл сөзімен бастағым келеді. Сабақтың мақсаты қабырға конструкциясы мен оның түрлері туралы түсінік қалыптастыру және білім алушылардың техникалық ойлау қабілетін дамыту. Сабақтың міндеттері: қабырға және оның түрлері туралы білім қалыптастыру, қабырғаға қойылатын талаптармен таныстыру, білім алушылардың мамандыққа қызығушылығын арттыру, білім алушылардың техникалық ойлау қабілетін дамыту, таңдаған мамандығына сүйіспеншілігін арттыру, мамандыққа үлкен жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу. Бүгінгі тақырып қабырға және оның түрлері. Қабырға – бұл ғимараттың сыртқы ортадан бөліп тұратын көтеруші тік конструкциясы. Қабырға ғимараттың көтеруші бір құрылымы. Сондықтан қабырғаға міндетті түрде әртүрлі талаптар қойылады. Бұл талаптар алдарыңызда көрініп тұрғандай: беріктілік, тұрақтылық, ұзақ мерзімділік, отқа төзімділік, дыбыс және жылу оқшаулағыш. Ғимараттың негізгі конструкциясы ретінде қабырға екі қызмет атқарады. Біріншісі оқшаулау қызметі, яғни сыртқы ортадан ғимараттың ішкі кеңістігін табиғи апаттар мен жағдайлардан қорғайды. Қабырғаның екінші қызметі көтеруші қызметі, яғни ғимараттың негізгі конструкциясы ретінде қабырға өзіне түскен жүктемелерді өз бойына қабылдап, оны іргетасқа беруші және көтеруші қызметін атқарады. Бұл бейне материалда көтеруші және өзін-өзі көтеруші қабырғаларды талдаймыз. Ғимарат бөлек, бірақ өзара байланысты бөлшектерден тұрады. Мысалға, қабырға, аражабын, ұстын, баспалдақ, арқалық және тағы да басқа бөлшектерді атауға болады. Әр бөлшектің маңызды атқаратын қызметі бар. Қабырға оқшаулағыш және көтеруші қызмет атқарады. Сыртқы қабырға температуралық өзгерістер мен климаттың жағдайлардан оқшаулайды. Сыртқы қабырғалар барлық жүктемені өз бойына қабылдайды. Көтеруші қабырға ғимаратқа түсетін уақытша ұзақ және қысқа мерзімді жүктемелерді қабылдап іргетасқа береді. Ал өзін-өзі көтеруші қабырға тек өз салмағын көтеріп іргетасқа түсіреді. Аспалы қабырғалар немесе аралық қабырғалар бір қабат шегінде ара жабынға тіреледі. Олар көтеруші қабырғаларға қарағанда жіңішке болып келеді. Аспалы қабырғалар жеңіл материалдан жасалады. Ғимаратты жобалау кезеңінде көтеруші, өзін-өзі көтеруші қабырғалардың орындары алдын ала анықталады. Қабырғаның бұл екі түрінің айырмашылығы аспалы қабырғалардың орнын ауыстыруға, оларға есік ойықтарын салуға құрылыс нормалары және ережелері рұқсат етілген. Сыртқы қабырғалар 510, 640, 770 мм қалыңдықта, ал ішкі қабырғалар 120, 380 мм қалыңдықпен жобаланады. Кез келген қабырғаны жобалау барысында құрылыс нормалары және ережелерінің талаптарына сүйенеміз. Әртүрлі белгілер бойынша қабырғалар жіктеледі. Біріншіден тоқталатын болсақ, бұл статикалық жұмысы бойынша қабырғалар, көтеруші қабырғалар, өзін-өзі көтеруші қабырғалар және аспалы қабырғалар болып жіктеледі.
Көтеруші қабырғалар дегеніміз, яғни ғимараттан түсетін барлық жүктерді өз бойына көтеріп, оны іргетасқа беретін қабырғалар. Келесі қабырғаның түрі өзін-өзі көтеруші қабырғалар. Яғни бұл өзінің салмағын өзі көтеріп тұратын қабырғалар. Аспалы қабырғалар, бұлар ешқандай салмақты өз бойына қабылдамай, өзінің салмағында өзгеге бермейтін қабырғалардың түрі. Конструкциясы бойынша қабырғалар ұсақ элементті қабырғалар және ірі элементті қабырғалар болып жіктеледі. Ұсақ элементті қабырғаларға бұл кірпіштен, ұсақ блоктардан жасалатын қабырғалар жатады. Ірі элементті қабырғаларға ірі панельдерден, ірі блоктардан құралған қабырғаларды жатқызамыз. Жасалған материалына байланысты қабырғалар ағаш, бетон, тас және металл қабырғалар болып жіктеледі. Қабырғалардың келесі жіктелуі бұл орналасуы бойынша жүзеге асады. Яғни, орналасқан орнына байланысты қабырғалар сыртқы қабырғалар және ішкі қабырғалар болып жіктеледі. Алдарыңыздағы суреттен қабырғалардың материалы бойынша жіктелуін байқай аласыздар. Жоғарғы суретке назар аударсаңыздар, кірпішпен қаланған қабырғаның түрі көрсетілген. Яғни бұл бізде қабырғаның конструкциясы бойынша ұсақ элементті қабырға түріне жатады. Келесіде бізде қабырғаның қыштастардан жасалған қабырға түрлері көрсетілген. Одан кейін бізде ағаш қабырғалар түрі көрсетілген. Төменгі суретте блокты қабырғалар көрсетілген. Яғни бұл конструкциясы бойынша ірі элементті қабырға түріне жатады. Ортаңғы суретке назар аударсаңыздар, жеңіл металлды қабырғалар бейнеленген. Яғни бұл жерде бізде қабырғаның бірнеше қабаттары көрсетілген. Қабырға тек қалау қабатынан ғана емес, ол жылу оқшаулағыш, бу оқшаулау, сыртқы қаптама және ішкі қаптама термопрофильдерден құралатын металл қабырға үлгісі көрсетілген. Білім алушылар, сабағымызды Knauf жылы қабырға жүйесін орындау технологиясы көрсетілген бейнероликпен жалғастырамыз. Knauf жылы қабырға жүйесі сыртқы қабырғаларды жылытудың тиімді шешімі. Жүйе аз және көп қабатты әртүрлі мақсатта тағайындалған ғимараттарға қолданылады. Knauf жылы қабырға жүйесі қолданылатын жылытқыш түріне қарай Knauf жылы қабырға 1, Knauf жылы қабырға 2 болып жіктеледі. Knauf жылы қабырға 1 жүйесінде жылытқыш материал ретінде пенополистирол қолданылады. Knauf жылы қабырға 2 жүйесінде минералды мақта жылытқыш материал болып табылады. Екі нұсқаның бірін таңдау ғимарат типіне және оған қойылатын талаптарға тәуелді. Жүйенің екі түрі де биіктігі 75 метрге дейінгі ғимараттарда қолданылады. Бұл бейнероликте сіз пенополистирол негізіндегі жылы қабырға жүйесін монтаждауды тамашалай аласыз. Монтаждау жұмыстары есік және терезе блоктарын орнатқаннан кейін басталады. Қабырға өлшемдерін аламыз. Жылу оқшаулағыш қабатын құру үшін бізге келесі материалдар қажет. Желімді сылақ қоспасы Knauf СВНР, Knauf мультигрунт грунтовкасы, Knauf декор грунт грунтовкасы, Knauf диамант караед 2/5 сәндік сылағы, жылу оқшаулағыш ылғалға төзімді пенополистирол тақта, Knauf термофасад, тығыздығы 120 кг метр куб аз емес минералды тақта, тарелке тәрізді дюбельді анкер, цокольді тірек профильдер, қышқылға тұрақты арматуралы тор, жапсарлас профильдер, торлы пластикалық бұрыштама, 80-60 дюбель шегелер. Жұмысты орындау үшін келесі құрал-жабдықтар қажет: сылақ араластырғыш, перфоратор дрель, шпатель, пластикалық үккіш, қоспа араластыруға арналған ыдыс, құрылыс деңгейлегіш, қылқалам, әрлеу білеушесі, мастерок, жылытқыш материалдарды кесуге арналған пышақ, металлға арналған қайшы, балта, өрнекті тегістегіш. Ең алдымен сыртқы қабырға бетін шаң тозаңнан, қоқыстан, қабыршақтардан тегістегіш арқылы тазалаймыз. Тазалау жұмыстары аяқталғаннан кейін сыртқы қабырғаны Knauf мультигрунт грунтовкасымен өңдейміз. Грунтовка жағылған қабырғаны 6 сағат кебуге қалдырамыз. Сол кезде минералды мақтадан өртке қарсы қиылыстарға элементтерді кесеміз. 4 бұрышты пішіндегі ғимараттар үшін элемент ені
150 мм құрайды, ал қалыңдығы негізгі жылытқыш қалыңдығына тең. Қима элементтері ғимарат периметр бойымен жоғарғы және төменгі белгілерде орналасады. Сонымен қатар есік және терезе ойықтарын бойлай орнатады. Және қабат қаралық қима элементтері орнатылады. Есік және терезе блоктарының бұрышында жанасуға тыйым салынғандықтан бұл жерге қима элементтері бұрышталып кесіледі. Құрылыс деңгейлегішінің көмегімен жобалық белгі бойынша цокольді профильді жер бетінен 300 мм биіктікте орнатылады. Профиль қабырғаға дюбель көмегімен бекітіледі. Енді жылу оқшаулағыш материалдарды сыртқы қабырғаға бекіту жұмыстарын бастаймыз. Ол үшін Knauf СВНР дайын сылақ қоспасын дайындаймыз. Қоспаны қима элементтеріне өрнекті тегістегіш көмегімен ұзына бойын жағып шығамыз. Ерітінді жағылған қима элементтерін қабырғаға бекітілген профильдерге апарып орнатамыз. Қима элементтерін орнатқаннан кейін пенополистирол беттерге қоспаны жағамыз. Беттің 40%-на дейін желім жағылуы керек. Плитаны негізге тіреп басып бекітеміз. Плита 200 мм-ге кем емес беттесуі қажет. Міндетті түрде деңгейлегішпен тексереміз. Орнатылған плиталар арасында желім қалдықтары болмауы қадағалаймыз. Егер тақталар арасында 2 мм-ден үлкен саңылау болса, оны қалдық жылытқыш материалдармен толтырамыз. Жылу оқшаулағыш плиталары орнатылғаннан кейін шығып тұрған орындарды кесіп алып тазалаймыз. Есік және терезе ойықтарының қима элементтерін орнатамыз. Қима элементтерін орнату барысында олардың өрт қауіпсіздігі шараларын сақтауды қадағалауымыз қажет. Жылу оқшаулағыш беттерді желіммен қабырғаға бекіткеннен кейін 2 тәулік өткеннен соң бұл беттерді анкермен бекітуді бастаймыз. Қажетті дюбель шегелерінің санын жұмысшы сызбалар альбомынан қарасаңыздар болады. Есік және терезе ойықтарының ішкі беттерін Knauf СВНР қоспасымен жағамыз. Бұрыштарға пластикалық торлы бұрыштамаларды орнатамыз. Жанасқан орындарда торлар 100/100 өлшеммен беттесуі қажет. Бұл терезе блоктары мен жылытқыш арасына торлы профильдерді орнатамыз. Есік және терезе ойып бұрыштамаларының аймағында 300/500 мм өлшемді қосымша тор орнатып, оның үстіне желім жағамыз. Орнатылған тордың бетін тегістейміз. Қабырға бұрыштарына шыны торлы бұрыштамаларды орнатылады. Бұрыштамаларды желімдеу барысында олардың торларын толығымен желіммен жабып шығамыз. Knauf СВНР қоспасымен барлық қабырға бетін желімдеп жағып шығамыз. Оның үстіне өрнекті тегістегішпен тегістеп арматуралы торды шпатель көмегімен бекітеміз. 2 арматуралы тор жабынын бір-біріне 100 мм-ден кем емес беттестіреміз. Торды салып болғаннан соң қоспаға енгіземіз. Қорғаныш қабатының 1/3 қалыңдығына енгізу қажет. Беріктілік алу үшін 8 тәулікке қалдырамыз. Бетті фиништік жабынға дайындаймыз. Әрі қарай Knauf караед сәндік сылақ пайдаланылады. Караед сәндік сылағы әртүрлі түйіршік ірілігіне сай жүктеледі. Соған сәйкес әртүрлі безендірілген түрде салынады. Сәндік сылақ жақпас бұрын қабырғаны Knauf декор грунт грунтовкасымен өңдейміз. 1 тәуліктен кем емес мерзімде кептіреміз. Нұсқаулыққа сай Knauf диамант караед қоспасын дайындайды. Сылақты қабырғаға тегіс бірдей қалыңдықта жағамыз. Қалыңдығы түйіршік қалыңдығына сай болуы қажет. Қоспа ұстасып бастағаннан кейін 15-20 минутта сылақ қабырғасына сәйкесінше құрылымды бедерін пластикалық тегістегіш көмегімен береміз. Егер Knauf диамант шуба қоспасын пайдалансақ, бұл қоспаны жаққаннан кейін кідірмей бедер салуымыз қажет. Сәндік сылақ кеуіп беріктігін алғаннан кейін оны акрилді және силиконды материалдармен бояйды. Білім алушылар, тұрғындардың жайлылығы мен қауіпсіздігі сіздер салған ғимаратқа тәуелді екенін ұмытпаңыздар. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Сабағымызды қорытындылай келе, алған білімдерімізді тексеру мақсатында алдарыңызға 4 сұрақ ұсындым.
дұрыс жауабын сәйкестендіре отырып дәптерлеріңізге орындаңыздар. Жаңа тақырып бойынша түсінбеген сұрақтарыңыз бен айтар ұсыныстарыңызды көрсетілген әлеуметтік желілер арқылы жолдасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.